Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 10-шы сабағын бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын балалар бізге лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. 5-ке дейін санау. Бірінші есеп. 2, 3, 4, 5 сандарының құрамын айт. Балалар, біз алдыңғы сабақта 2, 3, 4, 5-тің құрамын өткенбіз, және бүгін тағы да қайталап өтейік. 2 санның құрамы 1 және 1 деген сандардан тұрады. Демек, 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады. 3 санының құрамы 1 және 2, 2 мен 1-ден 1 деген сандардан тұрады. 4 санның құрамы балалар 1 және 3, 2 және 2, 3 және 1. Демек, осы сандардың барлығының қосындысы 4-ке тең болады. 5 санның құрамын айтайық. 1 және 4, 2 мен 3, 3 пен 2, 4 пен 1. Демек, осы сандарды қосқан кезде 5 болады. Балалар, бүгін сандардың құрамы түсінікті болса, біз сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Екінші есеп. Ауызша есепте кез келген 4 мысалды жаз. Балалар, бірінші барлық есепті шығарып алайық, одан кейін 4 мысал жазамыз. 1 қосу 1 тең 2, 2 қосу 1 тең 3, 3 қосу 1 тең 4, 4 қосу 1 тең 5. 1 қосу 2 тең 3, 2 қосу 2 тең 4, 3 қосу 2 тең 5, 1 қосу 3 тең 4, 2 қосу 3 тең 5, 1 қосу 4 тең 5. Астындағы мысалдар балалар. 2 азайту 1 тең 1, 3 азайту 1 тең 2, 4 азайту 1 тең 3, 5 азайту 1 тең 4, 3 азайту 2 тең 1, 4 азайту 2 тең 2, 5 азайту 2 тең 3, 4 азайту 3 тең 1, 5 азайту 3 тең 2, 5 азайту 4 тең 1. Енді балалар, кез келген 4 мысал жаз деп тұр. Осы берілген есептердің балалар, кез келген 4 мысалын дәптеріңе жазып алсаң болады. Түсінікті болса, біз ары қарай жалғастырамыз. Үшінші есеп балалар. Сурет бойынша мысалдар құрастыр және жаз. Балалар, бірінші біз суреттен 5 санын көріп тұрсыңдар, иә? Осы суреттерге қарап мысал құрастырайық. Бірінші есепте 4 алма тұр тәрелкеде және 1 алма тұр. Демек, 4 қосу 1 тең 5 болады. Астыңғы суретте 3 қосу 2. Демек, 3 алма мен 2 алма тұр. 3 қосу 2 тең 5 болады. 1 қосу 4 тең 5 болады балалар. 2 қосу 3 тең 5 болады. Жауабы барлығы 5 шығып жатыр, иә балалар? Астыңғы суретте балалар 2 алма, 1 алма және 2 алма тұр. Демек, 2 қосу 1 қосу 2 тең 5 болады. Алтыншы суретте астында балалар 1 қосу 2 қосу 2 деп тұр. Осылай қоссақ та жауабы 5 болады екен балалар. Түсінікті болса, төртінші есепке көшейік. Төртінші есепте балалар 5 қарындашты бос 2 қаламсауытқа сал. Әр қаламсауытта неше қарындаштан болуы мүмкін деп тұр, иә балалар? Бұл 5 санның құрамы сияқты. Демек, 2 ғана қаламсауыт берілген, соған әртүрлі жолдармен салуымыз керек. Ал бірінші жасылға біз 3 қарандаш салсақ, қызылға 2 қарандаш саламыз, иә балалар? Және 3 қосу 2 тең 5 болады. Тағы да 4 қосу 1 тең 5, 4 қарандашты жасылға, 1 қарандашты қызылға салуға болады. Немесе керісінше 2 қарандашты жасыл қаламсауытқа, 3 қарандашты қызыл қаламсауытқа салуға болады. Тағы да бір жол бар балалар. Жасыл қаламсауытқа 1 қарандаш, қызыл қаламсауытқа 4 қарандаш. Жауабы бәрібір 5 болады, иә балалар? Сабағымыз балалар осымен аяқталды. Бізге лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпа. Сау болыңдар.